Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге сірніге дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз жазыла кетіңіздер. Үйде ауысқан, яғни үйде қалған болса творог дайындасаңыз болады. Творог бар болса 500 грамм творогымызға 2 желтоқ ұн, қант салып осылай жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып болғанымыздан кейін сізде осындай тараз болса 45 граммнан бөліп алсаңыз болады, болмаса 1,5 қасықтан осылай алып пышақтың көмегімен тегістеп осылай доңғалақтап немесе осындай стакан көмегімен осылай домалақ формаға келтірсеңіз болады. Менде творог суылырақ, сізде 9% суыл емес творог қолдансаңыз тіпті жақсырақ болады. Осындай табамызға аздап майды құйып жүреміз де осылай қуырып алатын боламыз. Бір жағын өзі 5 минуттай қойып қуырып аласыңыз. Таңғы астарға, ужиндарға дайындап, балдарыңызға дайындап берсеңіз өте керемет рецепт. Осылай қуырып осылай тәрелкемізге салып аламыз. Қаймақпен жесеңіз де өте дәмді, үстін өзіңіз қалағанша әрлесеңіз болады. Шоколадпен, клубникалармен. Менің рецептім ұнаған болса, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, лайк басып төменге пікір қалдырып кетіңіз. Келесіде қандай рецептпен бөлісуді қаласаңыз, соны жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Динара. Рахмет.